Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай өте дәмді палау дайындаймыз, плов дайындаймыз. Бүкіл затымызды дайындап аламыз алдын ала. Майды жақсылап ысытамыз. Етімізді салып, жақсылап қуырамыз. Қызарғанша қуырамыз. Жақсылап. Маған лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Тұзын салдым мына жерде. Жақсылап. Тұзын салдым. Жақсылап қуырамыз. Өзінің соғы шығу керек еттің. Майда қуырыла бастау керек. Сол кезде пиязын саламыз. Пиязыңыз мол болу керек. Пияз сосын жақсылап қуырылып, қызарғанша қуырамыз. Қуырамыз пиязбен. Тағы да қуырамыз. Әлі қызармады. Жақсылап. Міне қараңыздар. Мына жерде уже пияз қызарып жатыр. Енді сәбізімізді саламыз. Тағы да қуырамыз. Жақсылап. Күрішімізді жарты сағатқа жақсылап жуып, жарты сағатқа бұқтырып қоямыз ыстық суда. Міне мына жерде суымызды құйып, етіміз піскенше қайнатамыз. Көп қайнатып қоймаңыздар, өйткені сәбіздеріңіз езіліп кетуі мүмкін. Жеткілікті қайнады, етіміз жұмсарды. Енді қазір күрішімізді саламыз. Ыстық суда тұрған. Тегістеп, жетпеген суды құямыз, тұзын көреміз. Қатты отта қайнатамыз. Қатты қайнағаннан кейін, суы тартылғаннан кейін шеттерін жинастырып, орталарын қасықтың көмегімен ашып, ауа кіретін, бу кіретіндей. Сосын астын азайтып қойамыз. Бұқтырып. Міне, енді қасықтың көмегімен араларын ашып, осының үстіне жинаймыз. Жауып қоямыз, бұқтырамыз, астын азайтамыз. Міне, пловымыз дайын. Палауымыз қазақша. Өте дәмді, істеп көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Көп рахмет. Мені қарағандарыңыз үшін. Келесі кездескенше достар. Сау болыңыздар.